Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыз. Мамыр айының түске тырмысқан мезгілі. Сайрам ауданынан өтетін Шымкент-Алматы бағытындағы күре жолдың үстінде Nexia көлігі заулап келе жатыр. Есі 40-қа толмаған жігіт. Бір қолы рульде, екінші қолмен шекілдеуік шағып отыр. Жанындағы шашын қырау шала бастаған 50-дегі ер адам қалың ойға шомған. Салонның артқы орындығындағы әйелдің телефонға шұқшығанына жарты сағат болған шығар. Телефонға есі кеткені сондай, ауаның қапырық екеніне, үстіне киген кең көйлегінің қолтығы мен омырау тұсы шылқып терлегеніне де мән бермейтіндей. Қасындағысы күйеуі болса керек, басын әйелдің иығына қойып қалғып кеткен. Ал күннің ыстығында шашын бос жайып жібере салған жас қыз құлағын сымсыз құлаққаппен бітеп терезеге мағынасыз меңірейеді. Шопыр жігіт алыстан көріп келеді. Алда тоқтап тұрған сұр түсті Аудиден бір ер адам шығып, көліктер әрі-бері өтіп жатқан үлкен жолдан жүгіріп өтті де жол шетіне жетер-жетпестен құлап түсті. Іле-шала Аудиден бір жігіт пен бір қыз түсіп, оның соңынан жетті. Осы кезде ағындап келе жатқан Nexia олардың қасына тоқтай қалды. Ішінен иесі және онымен бірге 50-дегі ер адам да ілесе түсіп, құлап жатқан адамға көмекке жүгірді. Ер адам бір қолмен бүйірін ұстап, көзін жұмған күйі ауыр тыныстайды. Қолына қан жұққан. «Бауырым, не болды? Көмек керек пе?» деді Nexia-ның иесі абдырап. Ер адам бір нәрсе дегенде болды. Бірақ сөздері түсініксіз еді. «Ауруханаға апарайық па? Не жағдай болды?» Nexia-ның иесі қансыраған адамды демеп тұрғызбақ болды. Сол кезде жас жігіт жерде жатқан ер адамның екінші жағынан келіп жармасты. Шамасы көтеріп алмақшы. «Жоқ, ауруханаға өзіміз апарамыз, өзіміз. Сіз танисыз ба? Бұл кісіге не болған? Не жағдай?» «Аға, біз кінәліміз», деген жас жігіт Nexia иесіне басын қайта-қайта изеді. «Қатты жүріп келе жатқан едім, мына кісі қайдан екені белгісіз, шыға келді, байқамай қағып кеттім. Телефонмен сөйлесіп отыр едім, байқамай қалдым». «Байқап жүрмейсіңдер ме? Рөлде отырғанда бір көздерің телефонда. Мына кісіге жедел жәрдем керек қой, қан ғой денесі. Өзіміз ауруханаға апарамыз, оған уайымдамаңыз, жолыңыздан қалмаңыз, тек салонға салуға көмектесіп жіберсеңіздер екен. Тездетіңдер енді, өліп қалмасын». Nexia-ның иесі мен қасындағы жолаушы бар, үшеулеп жерде жатқан ер адамды көтеріп, Аудидің артқы орындығына жатқызды. Жігіт пен қыз Nexia-ның иелеріне рахмет айтып, көлікті оталдырды. Жол шетінде қан дақтары қалды. Жаңағы құлап жатқан ер адамды қансырап қалмай тұрғанда, тезірек жеткізсе жарар еді, деп ойлаумен болды жол бойы. «Қатты жүріп келе жатып қағып кеттік дей ме?» «Я, жігіт жас, көп болса 20-да шығар. Қатты соғатындай, қандай жылдамдықпен жүрді екен? Ұшырып жіберген бе?» Жас жігіттер көздеріне қарамай айдайды. Ал ана кісі, бірақ ол бұған жолдан өтіп бара жатқандай емес, сол Аудидің ішінен түскен сияқты көрініп еді ғой. Өз көзімен көрді ғой, алыстан солай көрінген. Бірақ жас жігіт оны жол үстінен кездесті деді. Сонда ол ер адам қайдан шығуы мүмкін? Жақын маңда ауыл жоқ, әлде мас па? Бірақ сұлқ жатқан адамнан спирт иесі шықпайтын сияқты. Бір бүйірін ұстайды, қолында қан. Әлде жігіт бірдеңе жасырама? Не болса да аман болса екен. «Жолда адам қағып кетті деп хабарлау керек», деді ол дауыстап. Кімге айтқаны белгісіз. Арт жақтағылар үндемеді. Құлаққап киген қыз өз әлемінде. Әйелдің иығына басын қойған ер адам әлі ұйықтап жатыр. Сол күні бейтаныс әйел полицияға телефон шалып, жолда адамды қағып кеткенін хабарлаған еді. Бұл Nexia-дағы жолаушы болатын. «Иә, ер адам, жағдайы ауыр сияқты. Нешінші шақырымда дейсіз бе? Қазір шамамен айтайын. Ауди номері сол жерде бір жігіт пен қыз болды». Оқиға орнына келген полиция жол шетіндегі қан ізін көрді. Бұл сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестріне қарақшылық ретінде тіркелді. Бірақ арада неше сағат өтсе де, не Шымкенттегі, не Сайрамдағы ауруханаға көлік басып кеткен адам түспеді. Полиция тез арада Ауди көлігінің иесі жолаушы тасымалдаумен айналысатын 1984 жылғы азамат екенін, Түлкібас ауданында тұратынын анықтады. Полиция ер адам қаскүнемдердің құрбанына айналуы мүмкін деген күдікпен дереу жедел тергеу тобын құрып, тосқауыл операциясы жарияланды. Мамырдың ортасында оңтүстікте ауа температурасы 25 градус ыстықты көрсетіп тұрды. Сарыағаш ауданындағы үлкен жолдан әріректе жазықтықта, Бетеге мен Жусаны аралас өскен жолсызда тұрған жеңіл көлік полицияның назарын аударды. Тергеуші жігіт жұмыстан келген бойы жатып тынығып алмақшы болған.
20 минут өтпей телефоны шырылдап қоя берді. Кешеден бері іздестіріліп жатқан көлік табылыпты. Тез жуынып шайынып, бланк, хаттама, айғақ заттар салатын пакетпен бирканы жиыстырып салып таксилетіп жетті. Өзгелер де келіпті. Аудидің арқы орындығында етбетінен жатқан ер адам бір қарағанда ұйықтап жатқандай. Денені орнынан қозғаған кезде оның мойны қайырылып кеткенін байқады. Пышақты оңды-солды сала бергеннен денесінің сау тамтығы қалмай, бүкіл тамырлары кесіліп, тұла бойы қанға бөккен. Көліктің орындығына сіңіп қалған қан түсі қап-қара болып көрінеді. Ал аяқ қояр жердегі қан кішігірім көлшік болып үйіп қалған. Тергеуші жас еді, денесі түршігіп кетті. Қазір ол бұл жігіттің үйіне барып, анасының немесе әйелінің көз жасына куә болады, әрі мүрдені ашуға рұқсат алуы тиіс. Сол күні жол жөнекке хабарлаған куәгердің айтқаны бар. Одан бөлек дәлелдер мен айғақтар бойынша полиция күдіктілердің ізіне түсті. Ерік Шымкенттен Таразға баратын 4 адамды алып, ала таңмен жолға шықты. Ерік үшін көлік айдау нан табатын кәсібі ғана емес, жаны сүйетін ісі. Таксист болып жүрген 8 жылда жолаушының сан түрін көрген. Еріктің құйрық жалы сүзілген сұлу арғымағы сұр аудиіне қандай адам мінбеді десеңші. Тек соңғы бірер жылдың көлемде Ерік қаланы қойып, Шымкент пен Тараз арасын жол қылған. Әдетте бұл екі ортаға шаруамен не сапарлап бара жатқан адамдар мінеді. Кейде ол адамдар келген көліктерімен кері қайтады. Негізінен шаруа баққан, қақ-соқпен ісі жоқ адамдар. Ерік клиенттерін жеткізіп салып, Тараздан кері қайтарда күндегідей салон толғанша күткісі келмеді. Бүгін ұлының туған күні болатын. Ертерек үйіне барып, ұлы сұрап жүрген пульті бар ойыншық машинаны апарып қуанту еді. Шайханадан жеңіл түстеніп алып, көлігіне отыра бергенде, ұзын бойлы жас жігіт пен талдырмаш қыз бері бұрылды. Арқасында қара рюкзак ілген жігіт қолын беріп амандасты. Шымкентке барасыз ба, көке? Я, барамыз. Орын бар ма, көке? Неше адамсыңдар? Екеуміз. Жігіт иегімен қызды нұсқады. Қашан шығасыңдар? Қазір шығып кетсек жақсы болар еді. 4 адамға төлей алсаңдар, жүрем. Төлейміз, көке, уайымдамаңыз. Жігіт қызға әлдене айтып жатты. Біраз күбірлескен екеу салонға жайғасты. Жігіт қара рюкзагын багажға салмай қасына ұстап отырды. Таразда тұрасыңдар ма? Сайрамда. Шымға барамыз, оқимыз, студентпіз. Қыдырып жүрсіңдер ме? Иә. Таразда да жақсы жер ғой. Бірақ Шымкентке жер жетпейді. Иә. Жігіт сараң жауап берді. Үнсіздік орнады. Жол үстінде жолаушының әңгімешіл болғаны жақсы еді. Мейлі, осы күнгі жастар әңгімешіл емес, тек телефон болса болды, деп ойлаған күйі Ерік те үнсіз отырды. Жігіт пен қыз өзара өзбекше сыбырласып қояды. Жігіт 19-да болатын, қыз бірер жас кіші. 2 жас махаббаттың балын татып жүргендеріне жыл жарымдай уақыт болған. Мамырдың басында екеуі Таразға жұмыс іздеп келген. Бірақ күзетшілік, сатушылық, даяшылықтың бірінің ақшасын азсынды, бірін қиынсынды. Бір жұмыс берушінің мінезі ұнамады. Ақыры ештеңе таппай Шымкентке кері шыққан беті. Жігіт ұзын саусақтарын тырс-тыр сүзіп, көліктің терезесінен далаға қарап келеді. Оның үйіне қайтқысы келмейді. Сабаққа да зауқы жоқ. Егер ақшадан тарықпаса, қыдырып жүрер берер еді. Ол жанында отырған қыздың иығынан құшақтап, өзіне қарай тартып қойды. Қыздың да үйіне баруға ықыласты еместігі сезеді. Ол әкесін білмейтін, шешесі екеуі қаланың ескі бөлігіндегі бір пәтерде тым жақсы тұрып жатқан кезінде шешесінің ауылға күйеуге шыққанын, содан бастап өмірі өзгергенін, өгей әкенің бау-бақшаның жұмысын мұның мойнына іліп қойғанын, өгей әкесін де шешесін де жек көретінін бұған жасырмай айтқан болатын. Ерік көліктің айнасына көз салғанда арт жақтағы жолаушысының өңі біресе сазарып, біресе тұнжырай қалатындай көрінді. Жаңа ғана қызымен сыбырласып, күлімсіреп отыр еді, сәт арасында өкпелесіп қалды ма екен. Әй жасарай, қыз болсаң момаққан отыр. Қардас, шөлдеген жоқсың ба? Менде салқын сусын бар, деді Ерік. Ішпейді, шөлдеген жоқ, деп дүңк етті жігіт. Жарайды, жай сұрағаным ғой. Тағы үнсіздік. Көліктегі әуен екінші рет қайталанып жатты. Жігітім, жолақысын төлей берсең болады, деді Ерік май құю бекетіне шыға берсе. Төлейміз ғой, не боп қалды? Жігітім, үйтіп қатты неғымасаңшы, жай төлей беріп жатырмын. Не, ақшадан өлдің бе? Деп жігіт танауы қусырылып түйіліп отыр.
Ақшасы бар ма екен өзінің, деп ойлады Ерік. 4 адамның ақысын төлеймін дегенге қуанып мінгізіп алды. Кім білген, таксист күрсінді. Кейде ақша төлегісі келмей қашатын, болмаса төбелес шығаратындар да болады. Ондайда бәріне дайын болуың керек. Таксистің жұмысын оңай дей алмайсың. Кейде баратын жағын анықтап айтпайтын, не белгісіз мекенжайды айтатындар болады. Ал бұған жұмысты тастауға болмайды. Үйде келіншегі мен баласы күтіп отыр. Бүгін ұлының туған күні. Ерік жанына қоя салған пультті машинаға риза көңілмен қарап қойды. Соңына ұлы қалай қуанар екен. Таксист музыканы ауыстырып отырды. Қарындас, қандай музыка қояйын? Өзбекше ме, қазақша ма? Көке, алдыңдағы жолыңды білсей. Тыңдамайды ол музыкаңды. Музыка керек болса, қолында телефоны бар. Жігітім, не болды? Сұрағаным ғой жай. Сұрама, деп күн кетіп сазара түскен жігітке қыз естілер-естілмес қып әлдене деп еді, ана одан сайын ашуланды. Таксистің қолындағы телефонның арзан еместігін, Аудидің да күтіп айдалған көлік екенін жігіт бірден байқаған. Бұлар қару ұстап жүре ме екен, мысалы травмат. Жігіт таксистің желкесінен көз алмаған күйі. Әй, бірақ ауылдан шыққан қазаққа адамдар ондайға жете қоймаған шығар. Оның үстіне травматтың да пәлесі көп. Оғы резеңке болса да қару болып саналады. Жатқан бір бәле. Наркологтан, психологтан анықтама, оны сақтайтын сейф керек. Одан гөрі бұрыш шашатын балон алып жүрген жақсырақ қой. Ал пышақ ше, пышағы бар ма екен? Ол жаңа ғана рюкзактан шығарып, жүзін төмен қаратып, қолтығының астынан жасырған пышағын сипап қойды. Таксистің жуан мойнына көз салды. Таксист қауіпсіздік белдігін тағып отыр. Әлде соның өзімен қылғындыра салама? Ал егер оны іштен талдырып ұрса, онда ол бір сәт дем аламай қалып, бар күшін тыныс алуға жұмсағаннан әлін жоғалтып, мұнымен қарсыласа алмас еді. Бірақ іштен ұру үшін оның дәл жанында отыру керек еді. Жоқ, алдыңғы жақ шабуыл жасауға ыңғайсыз. Осы отырысы дұрыс. Осы отырысы аса ыңғайлы көрінді. Егер қазір бір қолмен оның кеудесінен ұстап тырп еткізбей, тамақты орып жіберсе, анау қыңқ деуге үлгермес еді. Бірақ өзінің күшіне сенбеді. Пышақты алды да бүйірінен ұрды. Қыз шыңғырып жіберді де аузын баса қойды. Жүріп келе жатқан көлік тоқтай қалды. Екінші соққыны сілтеп үлгермеді. Жарақаттанғанына қарамастан, таксист оның қолын серпіп жіберіп, қауіпсіз белдігін ағытып, жан дәрмен есікке жармасты. Бүйірі шым етіп, аяқ жағы суып кеткен. Ерік салонынан шығып қашпақ болған еді, бірақ қаша алмады. Басы айналып, аяғынан әлі кетіп, бірнеше метр жер ұзап барып құлағанын біледі. Одан арғысы бұлдыр-бұлдыр. Буалдыр тұман арасына сіңіп кеткен. Бастарына нексе тоқтағанын, одан екі ер адам түсіп, мұны тұрғызбақ болғанын, жігіт пен қыздың Аудидің иесі ретіне сөйлеп, жолдан адам қағып кеттік дегендерін де өзін көтеріп әкеліп, көліктің артқы орындығына салғанын да Ерік білмеді. Таксисті көліктің артына салып, рульге отырған жігіттің аяқ қолы бастапқыда дірілдегендей болған. Бірақ сәлден соң бойын жинап алды. Екі көзін жолдан айырмайды. Жол бойындағы әрі-бері жүйткіп өтіп жатқан көліктер ғана салондағы көңілсіздікті ұмыттыратындай. Тек біраз жүргенде алдынан қарсы ұшырасқан приорадан әлдекімнің қол көтеріп, сигнал беріп өткені ғана мазасын қашырды. Ол кім? Приораның иесінің бұған таңырқай қарап өткенін көрді. Әрине, приорадағы адам мына таксистің танысы, және Аудидің рулінде отырған таксист емес, мүлдем басқа адам екенін көргенде таң қалмай қайтеді. Не істеу керек? Қасындағы қызға сұраулы жүзбен қарап еді, ол ештеңеге қатысы жоқтай басын терезеге бұрды. Із жасырмақ болды. Не болса да Сарыағашқа жетуді ойлады. Ол бір шама алыс еді, шамамен 150 шақырымдай. Газды баса түсті. Басқа ештеңе ойлаған жоқ. Ештеңені ойлағысы да келмеді. Музыканы бақырта түсті. Бір кезде Ерік азап есін жиғандай болды. Не болып не қойған толық түсіне алмай, басының қатты ауырып жатқаннан ол тірі екенін сезінген. Қайтадан есі ауып кетті. Сәлден соң ауырсынудың азабы әлде қайда жоғалып тыншып қалды. Тағы біраз жүрген соң қинала ыңырсыған дауысы қайта шықты. Бұл терең жарақаттың жанды шыдатпай, жүйкені ширықтырған ауыр азабы еді. Жүректі мың сан ине тығып піскілегендей қорқынышты дауыс үдеп барады. Таксистің тоқтаусыз ыңқылы жігіттің жүйкесіне тиді. Бір кезде таксистің сандырақтаған дауысы оқыс шыққаннан жігіт рулден айырылып қала жаздады. Ызаланған ол бір боқтап көлікті тоқтатып, артқы есікті ашты да таксисті етпетінен жатқызбақшы болды. Бірақ ол оңайға соқпады. Денелі жігітке шамасы келер емес. Маған көмектесші тез, деп айқайлады қызға. Екеулеп таксисті етпетінен салған болды. Сарыағашқа жақындаған жігіт айналаға алақ-жұлақ етіп алаңдай қарап келеді.
Оған адам қарасы жоқ, ешкім жүрмейтін жер керек еді. Біраздан соң құрылысы бітпей қалған үйлерден басқа ештеңе көзге түспейтін ашық жазыққа бұрылды. Бастапқы ойы іске аспайтын ойлаған жігіт ызаланып шырт түкірді. Ол таксисті оңаша жерге апарып көзін жойып, көлікті сатып жібермекші болған. Сонда көп шаруасы шешілетіндей көрінген. Банктегі 800 мың теңге қарызын жабады, қыдырады, қызы екеуіне қымбат телефон алады. Қате жасадым деп өкінді. Аудиді сатса, қалтасы толар еді. Көлемі шағындау, іші жұпыны болса да мықты. Қарапайым адамдарға қосалқы бөлшектері қолжетімді. Фильтрі де жапондікінен арзан. Сөзсіз жақсы сатылар еді. Бірақ енді сату қауіпті. Тек бөлшектеп қана сата алады. Ол да қиын. Жігіттің басы қатты. Ал таксисті қайтеді. Ол туралы ойлағанда көңілі тіпті түсіп кетті. Адам сирек баратын тоғай арасына апарып көміп кетсе ше, әлде көлікпен бірге өртеп жібере ме? Сосын жолдан кездескен көлікпен таразға кері кетіп қалса. Ол таксиске көз тастап еді, көзіне ол әлі де қозғалатын сияқты болып көрінді. Жігіт пышақты алды да бар пәрменімен салып жіберді. Пышақты таксистің сол жақ иығы мен кеудесіне, өкпесіне сұққылады. Таксистің іші қорс-қорс еткендей болды. Ол жүрекке қан баратын үлкен көк тамыр, күре тамырлар зақымданып, іштен қан кетіп жатқаннан шыққан дыбыс еді. Жігіт тістеніп алған. Қасындағы қыз оның қимылынан көз алмайды. Ол таксисті екінші қайтара пышақтаған кездегі жігітінің түр әлпетінің танымастай болып өзгергенін көрген. Осы жоспарды ұсынған өзі екені қыздың есінен шығып кетті. Ол енді шімірікпей кісі өлтіре салған жігіттен қатты қорқа бастады. Осы сәтте көліктен түсіп қалып, айдалаға қашып кеткісі келді. Таразда болған кезде жігіті әлдекімнің пәтерінен ұрлап кеткен алтын жүзік, алтын сырға, смартфон, тағы бір заттарды әппақ қол сөмкесінен алып, терезеден лақтырып тастасам ба екен деп те ойлады. Әйтеуір бірдеңе істегісі келді. Осы жерде түк болмағандай мелшиіп отыра беруге енді төзімі жетпейтіндей. Іші басы суып, бұдан әрі қасындағы жігітті бұрынғыдай өліп өшіп жақсы көре алмайтынын түсінді. Жігіті келер айда туған күніне сыйламақ болған қымбат телефонға да әуестігі басылып қалыпты. Таксист болса өліп қалды. Полиция ұсталып алса не болмақ? Түрмеге қамай ма? Қалайша? Жап-жас күйінде соттала ма? Қайдағы бір таксист үшін? Оны өлтірген бұл емес қой. Жігіті керек болса өзі сотталсын. Қыздың өкіріп жылағысы келген, бірақ тамағына өксік тығылып қалды. Жұмысты ақыры таппадық, ақша болса бітті деп тұнжыраған жігітіне көлігі тәуірлеу, өзі жалғыз жарым жүрген таксисті өлтіру туралы ойды айтқанда, оның соңы тап осылай боларын болжамаған. Енді ол өзі өлім аузындағы адамға үсті-үстіне аяусыз пышақ салған, аяныш сезімнен жұрдай қатыгез адамды көргісі келмеді. Жігіт қыздың мұңайған жүзіне қарап, оның бір қолмен құшақтап өзіне тартты. Қыз оның иығына басын сүйеп, оның денесінің қызуын сезіп отырып, көп ұзамай бұлардың махаббатының құрдымға кетерін ойлады да, қыстығып жылап жіберді. Болды, жылама. Сен қалай істедің осыны? Сен бұрында? Болды, сандырақтама. Сенен қорқайын дедім. Немене? Осының бәрі сенің жоспарың емес пе? Мен сен үшін, екеуміз үшін, анау демалмайтын сияқты ма? Деді жігіт сөзін аяқтамай, арт жақтағы орынға басын бұрып. Иә, енді не істейміз? Кету керек. Алматыға дедік қой. Білмеймін, Ташкентке ме, әлде Таразға ма? Алматыға кетейік. Жігіт көлік үшін көзімен тінтіп, пайдаға асадау деген заттарды салып алды. Әдемі қораптағы ойыншық машина рюкзакқа симай әуреге салды. Ақыры сыйғызды. Таксистің қалтасындағы қара әмияндағы төлем картасы мен аз-маз ақшасын да ұмытпады. Таксистің өзімен ала шыққан 2 баклажка су жылып кетіпті. Беті қолдарын жуып алса да серге алмады. Қара рюкзактан таза футболка алып киімдерін ауыстырды. Кроссовкине жұққан қан дағын сүртіп, кір футболканы лақтыра салды. Олар осының бәрін асықпай, жай бараққа тістеді. Осылай көлікті айдалаға тастап, жаяу ұзай берген олар Сарыағаштағы алыс туысының үйіне барып терегін демалды. Бұларды ешкім байқаған жоқ. Демек, ешқандай қауіп те жоқ. Алдарынан жүгіріп шыққан 4-5 шамасындағы ұл әдемі қораптағы машинаны көргенде, 2 есуі 2 құлағына жетіп қуанып кетті. Тек үй иесі әйелдің қайдан келесіңдер, қайда барасыңдар, немен келдіңдер, ол таксист Сарыағаштікі ме деген бітпейтін мылжың сұрақтары ғана бұлардың ашуына тие бастаған. Телефоны шырылдап, әйел соған кеткенде барып, бұлар мылжың үй иесінен құтылғандай болды. Жігіт ары қарай не істейтінін ойламады. Алматыға жетіп алса болды, арғысын көре жатар.
әбден шаршаған екен. Кешкі асты үнсіз ішкен соң сілесі қатып ұйықтап қалыпты. Ол тіпті түнде қыздың басқа бөлмеде болғанын да білмеді. Ертеңде ерте тұрып, жуынып шайынып, автовокзалға барды. Екеуі бір қарағанда асықпай, қамсыз қыдырып жүрген ғашықтар сияқты. Жаз шықса сөмкелерін арқасына асып қыдыруға асығып тұратындар аз ба. Бұлар да сондай жаз әрі әдемі, көрген көз қуанатына жарасыны жұп еді. Бірақ зер салып қараған кезде жігіттің тықыршып, біресе айналасына, біресе телефонға қарай беретін байқау қиын еместі. Ал қыз сабырлы қалпынан өзгермей, қолындағы коланы асықпай жұтып, ұзын кірпігін қағып қояды. Ол әлденеден сақтанып, іште секем алса да, полиция тап бүгін, дәл осы қазір көрем деп ойламаған еді. Автовокзалда бейтаныс екі жігіт өздеріне қарай бет алғанда, жігіттің жүзі қабарып кетті. Ол жай киіммен жүрген полицияны танып қойды. Ойына бірден түнде өздері қонып шыққан үйдегі әйелі түсті. Сумаңдауы жаман еді соның. Қап, бекер бардым сол үйге, деп ойлап үлгерді. Қасындағы қыздан сезіктену оның ойына да келмеген. Жігіт бастапқыда мойнына қойып бергенше ештеңені мойындамады. Тек куәгерлердің хабарлауынан бөлек таксистегі GPS навигаторы, таксистің телефоны, жол бойындағы видеокамералар мен көлік ішіне қалған саусақ іздері арқылы көп жай мәлім болған білгенде барып ернін тістеледі. Ол менің қызыма қырындауын қоймады, деп ақталмақ болды жігіт. Алдын ала сөз байласып, қасақ-қанақ кісі өлтірудің жазасы ауыр болатын білетін ол, таксисті жанжал үстінде абайсыз өлтіріп алғанын айтып ақталды. Пышақты қайдан алдың? Сол Аудидің ішінен таптым, таксистікі. Пышақты неше рет салдың таксиске? Ол қансырап жатқанда пышақ ұра бердің бе? Ол өзі кінәлі. Күдікті жалған айтады. Қылмыс алдын ала ойластырылған. Ол баста жоспарланған. Таксисті өлтіріп, оның көлігін сатып пайда көрмек болған. Бірақ куәгерлер кедергі болған, деді айыптаушы. Жоқ, олай емес, деп қарсыласты жігіт. Жала жауып жатыр. Мен жолда кездескен тоғайға кірдім. Шаруам болды. Ал қайтып келгенімде жігітім таксистің кеудесіне пышақ сұғып алыпты. Мен шошып кетіп, қатты айқайлап, шыңғыра бердім. Осылай етсем, ол есін жиятын шығар дедім. Бірақ ол қарамады. Пышақты сілтей берді. Ол маған мына таксисті жоқ қылып, көлігін айдап кетеміз деп айтқанда, мен қарсы болғам, деді қыз. Күдікті жүзі 20 сантиметр болатын өткір пышақты өзімен бірге алып жүрген. Таксиске бірнеше жерден пышақ салған. Бірақ жолда куәгерлер тап болғандықтан бастапқы жоспарын іске асыра алмаған. Аудиді оқиға орнынан 150 шақырымға айдап барғанда бензині біткесін ішінегі мәйітпен бірге далаға тастап кеткен. Рюкзактан таксистің заттары табылды. Және таксистің жарақаттанғаннан кейін де бірнеше сағат бойы тірі болғаны белгілі болды. Оған алғашқы дәрігерлік көмек берілсе, құтқарып қалуға болар ма еді. Бірақ күдікті оны үсті-үстіне пышақтай берген деген айыптаушының сөзінен кейін ауыр тыныштық орнады. Сот барысында қос ғашыққа қылмыстық кодекстің 99 бабы кісі өлтіру және 192 бабы қарақшылық бойынша айып тағылды.